Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Гимн. Жайлау тоза бастаған, бірақ ойынның әбден қызған кесі. Ертеден кешке дейін көгал қуып, түйе табан, биемшек қазып, шілік ішін шарлап, шыбықтан ат таңдап, таудан тасқа секіріп, армансыз алысып, қарным ашып, сілем құрып, үйге әрең жеттім. Күн ұзақ алыстан қол бұлғап, жақыннан дауыстап, әлденеше рет шақырған, қанша шақырса да үйге келтіре алмаған, тамақ ішкізе алмаған әжем мені мүлде кетті деп ойласа керек, от жақпаған, қазағын көтермеген, босаға сыртында, кешкі самала жарықта, анада өзі тоққан терме алашадан қоржын тігіп отыр. Құрақ ұшып, қарсы алған жоқ. Қайда болдың деп сұраған жоқ. Шаршысы шұбалып, асықпай орнынан тұртта, торсықты шалпылдата пісіп-пісіп, төңкіре еңкейтіп, бір кесе қымыз құйып берді. Алдыма толарсағы үзіліп, омпасы қарая піскен асықты жілік қойды. Шөлдеп барам. Амал жоқ, қымызын іштім. Одан арғысына қарағам жоқ. Үнсіз қалпымда іргеге қисайып жата кеттім. Төлеубек байғұс келіпті. Шаруасына қайта кіріскен әжем ауыр күрсініп. Бардым, ешкімге қарамайды. Емініп, жер таянып отырып өлеңін айта береді. Міне қызық. Түрмеге кеткен адам аман орылады екен ау, Төлеубек қайтып келіпті. Мен іргеде жатқан күйімде: арқатан, ертүрек, біз қазақ еліміз деп бастай беребем, әжем шоршып түсті. Ойбай, жарығым Мадержан, айтпа ол өлеңді. Соттап жібереді. Қайтесің соны, аулақ пәледен. Онда басқасын айтам, дедім мен, бірден беріспей. Мал баққан, жай жатқан еледік. Айналайын қой, деді әжем, тізесінде жатқан қоржынын тастай бере. Жерге сүйене тұрып, емпеңдеп қасыма келді. Ақылың бар еді ғой, айтпа сол шіркінді, жаман болады. Айтпа, садағаң кетейін. Төлеубек неге айтады? Төлеубек сол айтқаннан тапты ғой. Енді қойыпты. Ендігі айтып отырғаны басқа өлең. Кедей жалшылардың ұраны, байларды қуып жүріп сабаймыз дейді. О, сорлы. Онша қызық болмады. Бай деген жоқ қазір. Құртылған, жойылған. Совет бар, фашист бар. Біздің ойынымызға бұрынғы өлең тура келеді. Бүгінде тау асып кетіп, екі бөлініп алып, қырғын соғыс ашқанбыз. Бір жақ совет, бір жақ неміс. Сайдың екі бетінде қақ жарылып, қарама қарсы тұрамыз. Айналдырған 5-6 бала, қалың қол, 5-6 мың әскер. Астымыздағы шұбатылған көк шыбық, арғымақ ат, қолымыздағы қабағы сыдырылған ақ шыбық, алмас қылыш. Атымыз ауыздығын шайнап тыпыршып, қылышымыз жалаң қағып әрең тұрмыз. Ұрысқа апай-топай кірісуге болмайды. Әуелде ұрандап, өлең айту керек. Сөз бекен біздерге, жауыңның көбазы. Өлсек, тақ шәйітпіз, өлтірсек, біз қатқазы. Советтер ғана емес, немістердің де айтатыны осы өлең. Әп десе, ат болып зуылдап шабамыз. Лап десе, от болып дүрілдеп жанамыз.
алаштың ақ туын ақырып қолғалап, ұрандап шапқанда жауға ойран саламыз. Содан соң қылыштай оңды-солды сілтеп, шуылдап ұрысқа кіреміз. Әрине, совет жеңет, еміс жеңілет. Қанша рет айқасса да, саны аз болса да, совет жеңуі керек. Заң солай. Бірақ балалардың ешқайсысы неміс болғысы келмейді. Сондықтан алмасып отырамыз. Бізді осылай соғысуға үйреткен Төлеубек. Әрине, өлеңді де жаттатқан сол. Байғұс. 10-15 жылдан бері тыныш жүруші еді, немісті жеңгеннен бері көтеріліп кетті дейтін үлкендер. Шынында да кісіге қабағының астынан ұрлана қарап, анда-санда бір мырс етіп күліп, үнсіз жүре береді. Күндіз көңілі қаласа мал қайырады, әйелдерге қой қосақтауға көмектеседі, немесе қолына түскен атқа, түйеге, тіпті өгізге мініп, тоғай аралап, тау кесіп кетеді. Бірақ күн батпай қайтып келеді. Қараңғы түскесін ауыл шетіндегі шошайған кішкентай күркесіне кіреді, жыртық шапанын жамылып, көзі жалтырап, бүрісіп жатады. Қозғалмайды, тұрмайды, шықпайды. Тіпті үсті басы жүдеу. Беті қырық шимай әжім, шашы аппақ, қиралаңдай басатын, бірақ еңсесі тік кәрі шешесімен де сөйлеспейді. Бала кезінен осылай деседі. Яғни, шалық шалғаннан бері. Әуелде 12 мүшесі, ақыл есі түзу екен. Алдымен қалада жүрген ағасын әкеткен. Алашқа қатысты деп, көп ұзамай үйде отырған әкесін әкеткен. Пиғылы жат деп. Сонан соң шешесін соққыға шыққан. Дұшпанның анасы, жаудың әйелі деп. Міне осы кезде жауап үстінде 12-13 жастардағы бала екен. Есінен адасқаннан соң одан ары қудаламаған. Ешкім қудаламаған соң тыныш жүрген. Тыныш жүріп 30-ға келген. Міне, енді аяқ астынан құтырыпты. Бұдан 2 жыл бұрын қирап жеңілген фашистке қарсы түп көтеріле аттанысқа шақырады. Жай ғана шақырмайды, ұран салады. Біз қазақ еліміз деп қақылдайды да жүреді. Мал баққан, жай жатқан ел едік дейді. Онымен де тоқтамайды, балаларға үйретеді. Әзелде іс мәнісін байыптамаған ауыл аяқ астынан абыр-дабыр болып та қалды. Әуелі жаңадан келген Запперме, соғысқа қатыспаған, бірақ омырауында Сөлкебайына Сталиннің бедері салынған қызыл-сары медалі бар. Қырма сақал, суық түсті Құдабай оңаша шақырып алып, Төлеубекке көп кеңес айтыпты. Содан соң әр үй өз баласын қолға алған. Төлеубек бірден тиылды. Тек анда-санда көңілі соғып кеткенде бар дауыспен бірер қайырымын айтып тастайды. Сол сәтінде ескертірілсе болды, төбеден ұрғандай қалттынады. Ал балалар үй арасында айтуын тоқтатқанмен ауыл сыртындағы өлеңін қоймайды. Сөйтіп жүріп жатқанбыз. Сөйтіп жүре береміз деп ойлағанбыз. Жүре алмадық. Жоқ, біз жүре бердік. Төлеубек жүре алмады. Аудан орталығынан Аптыға жеткен. Үстеріндегі киімін ызғар шашқан, өздері қақарлы 2 кісі. Дәл сол күні ерегіскендей тау кезіп кеткен Төлеубекті кеш батпай оралады дегеніне қарамай, қастарына қаншама сойыл соғар алып, жарты дүниені шарлап, әрең тауып, ауылға жаяу дедіктетіп әкелді. Жарты шаңырақ күркені астан кестен ақтарып, қолдарына ештеңе ілінбеген соң, бұрынғыдан әрмен ашуланса керек. Кеш батуын, таң атуын күтпеді. 2 қызыл жағаға кезек-кезек қарап, ыржалақтап күле берген қылмыскерді кіреге жарамай қалған жауыр торы атқа жалаң тоқыммен жайдақ мінгізіп, алдарына салып,
айдады да кетті. Енді міне, ақыл есінің кемдігі арқасында жұлығына су жұқпай, аман қайтып отыр. Бір көзі жабылып кетіпті. Сорлының нағала түсіпті. Басқа өлең айту керек, жаңа заманның жаңа өлеңін айту керек деген сияқты. Әйтеуір үйретіп жіберіпті. Сол сәтінде дәл іргеден тоза күңіренген үн құлаққа жат ән естілген. Келкедей басын қос жалшымен, байларды қойдай қу қамшымен. Ассалаумағалейкум, апа. Аман есен келдіңіз бе? Аман есен келдім. Кеткен мен ғой, келгенде мен. Атамның дені қарны сау ма? Абақтыдан. Алыс жолдан 6 жасар бала келсе, ақсақалға іздеп барып, сәлем береді. Атама сәлем берейін деп келдім. Жоғары шық, Төлеубек. Атаң үйде жоқ, Мадияр бар. Төрге шық, отыр. Мадияр, деді Төлеубек, еңкейіп үйге кіріп. Төрге шықпады. Босағаға бұзау бөстектің үстіне отыра кетті. Жұмыстан шаршаған шығарсың, жата бер деді. Орнымнан тұрсам ба, тұрмасам ба, сәлемнің жөні қалай болар екен деп, қозғалақтай бастаған маған қарап, сақалы шығып жат болар. Ерлердің ісі, ерлердің ісі. Беркініп, садақ Қасымбай, біртінде сеуіп жауын қашырмай. Жоқ, қойдық Көкетай, қойдық жолдас, азамат, капитан. Товарищ капитан, деді бар даусымен. Әлі сақал шықпапты өзіне, деді сыбырлап. Өзінің сақалы өсіп кеткен. Екі жағы кеңірдегіне дейін үйісіп тұр. Қаба сақалды, қысық көз, қара батыр болғанда шыққан. Әжем торсығын түбіне дейін төңкеріп, шара толы қымыз ұсынды. Байлардың көзі құрысын. Жоқ, құрыды. Қымыздары жасасын, деді Төлеубек. Шараны алмады. Апа, мен тамақ ішуге келгем жоқ. Мен Мадиярға өлең үйретуге келдім. Басқа өлең. Еңбектей жылжып, қасыма жетті. Жаңағы ма? Дедім. Мен басымды көтеріп. Қай жаңағы? Деді Төлеубек. Айран асыр таңырқап. Қабағы салбырап кетті. Көзін қысып, мазақтап тұрғандай. Мен ана айтқам жоқ. Неге түскеннен бері, содан бері айтқам жоқ. Айтпаймын, деді маған тіке қарап. Қабағы көтерілгенде байқады. Сол жақ көзінің әжептәуір ағы бар екен. Үрейлене қарайтындай. Ал бүтін оң көзі жалтырай жасаурап тұр. Ол зиянды өлең. Біздің қоғамға жат пиғылды, зиянды кестерген айтады. Бұрынғы емес, дедім мен. кейін өлең. Байларды қой қылып сойып жейтін. Сол келкедей басын қос жалшымен. Міне, осы өлеңді үйрену керек. Ауылдағы бар бала. Товарищ капитан, бәріміз қосылып, осы өлеңді айтамыз. Мен айтпаймын, дедім қырсығып.
Неге? Төлеубектің көзі жыпылықтап кетті. Ол деген, ол деген маған ұнамайды. Онда жер жүзі еңбекшілердің киімін айтайық. Міне былай. Оян, қырғыз таңба басылған. Кім? Деп сұрадым мен. Кім болушы еді? Аштар мен құлдар жаһанда қалай? Оян, аштар мен құлдар. Жоқ, оян қырғыз таңба. Бұрынғы өлеңім жақсы, Дедім мен ерегісіп. Бәлду, деді Төлеубек атып тұрып. Апа, қымыз қайда жаңағы? Бауырсақ жемеймін, апа. Мен тамақ аңдып келгем жоқ. Шөлдеп кеттім. Әжем әкеп берген қымызды сол түрегелген қалпында рахаттанып, дәмдеп, сораптап тұрып ішті. Қымызды сағыныппын, апа, деді шараны қайтарып жатып. Рахмет. Ас болсын қалқам. Болмайды, деді Төлеубек қасым отырып. Майда нық дауыспен. Үйрену керек. Үйренеді ғой. Өзі күні бойы ойнап шаршап кепті. Маған өкпелеп отыр. Бүгін басқа балаларға үйрете бер. Бүгін осымен болдық, деді Төлеубек шаңыраққа қарап. Күн ясына қонды. Қараңғы түспей, үйге жетіп алайық. Қараңғы деген, қараңғыны жамылып, тек қаскөй жаулар ғана жүреді. Қызыл шекістермен бірге. Біз жол бермейміз. Біз тап жауларын, байшыл, ұлтшылдарды тұқым тұяғымен құртамыз. Алдымен қиратамыз, содан соң қайта қылаймыз. Оян, мал баққан, жай жатқан. Жоқ, оян, аштар мен құлдар. Жоқ, оян, қары жат, діні жат, түрі жат. Төлеубек басын сілікті. Екі шекесін екі қолымен басты. Оян, мал баққан. Жаным ашық бетті. Оян, қырғыз таңба басылған, дедім, есіне салып. Иә, деді. Дүр көтерілген Төлеубек ес шыға қуанып. Сақылдап күлді. Оян, әрине, аштар мен құлдар. Кеудесін кере түрегелді. Оян, мал баққан, жай жатқан, аштар мен құлдар жаһанда, деді күңіреніп. Кеш батып барады. Үйіңе жетіп алайын. Әлде апарып салайын ба? Өзім ақтабам, деді Төлеубек күрт басылып. Мен жолдан жаңылып көргем жоқ, апа. Ертең бар балаға үйретем осы өлеңді, деді шығып бара жатып. Ертеңіне бар бала бір тай ноқталап, мінгесіп ұшқасып, қозыкөш жердегі мұзды сайға аттандық. Қарақаты тұнып тұр деген хабар жетіпті. Бұл хабар жаңсақ болып шықты. Қарақат мол, бірақ әлі де көк екен. Қоңырқай тартқан жемістердің өзі санаулы. Әйткенмен, барлы жоқтыны үзіп жылып, ішіміз кеткенше жеп, қайтар жолда жарысып, тартысып, улап-шулап, кеш бата әрең оралдық. Одан соңғы күндерде де қолымыз тимеді. Төлеубек те үйінен шықпайды. Шықса күңіреніп, оңаша жүреді. Түрмеден қайтқан күннің ертеңінде Заппірме Құдабай алдына шақырып алып, сарала қамшыны көрсетіпті дейді. Біздің сталиндік бақытты заманымызда аштар мен құлдар жоқ. Социалды қоғамға жала жапқаныңды қоймасаң,
8 таспа бұзау түспен қосылып, өлең айтасың десе керек. Көп ұзамай біз аудан орталығына көшіп кеттік. Төлеубекті арада 2 жыл өткен соң, әжеммен бірге қыдырып келгенде ғана көрдім. Бұл кезде мен 2-ші класс бітірген үлкен баламын. Сақалым шықпаса да, ақылым көбейген. Ауа сөйлеуге, кез келген өлеңді айта беруге болмайтынын ұғынғам. Ал Төлеубек бар сақалынан айырылыпты. Туғаннан біткен емес, түрмеге түскенде өскен сақалынан. Жып-жылмағай қырған, беті табақтай, мұрны талпақ. Сол қабағы сәл-пәл көтеріліпті. Ақ түскен, жанары тіке, суық қарайды. Ал оң жақ көзі қап-қара, үлкен екен. Жаңа ғана жасы тиылғандай, немесе жаңа ғана шеге қатып күлгендей. Қаймылжықтана жасаурап тұрады. Мені бірден таныды, қуанып кетті. Оңаша ауыл сыртына алып шықты. Мен жаңа өлең үйрендім деді. Төңірегімізде ешкім болмаса да, құлағыма аузын тақап сыбырлап. Үйренесің бе? Айтайын ба? Жоқ десем, жылағалы тұр. Айт, үйренейін дедім. Мен жаным ашып. Онда қазір оңашарақ шығайық. Анау ағаштың тасасына барайық. Оңашарақ шықтық. Қалың ағаштың тасасына бардық. Міне, былай деді. Екі қолын түсіріп, сапта тұрғандай қақшия қалған Төлеубек. Біз қазақ, ежелден еркіндік аңсаған. Жоқ деді кенет. Бұл дұрыс болмайды. Әуелі үлкен гимн айтылу керек. Содан соң ғана біз қазақ. Міне бұлай. Ерікті елдердің мәңгілік одағын, орыстың ұлы елі құрған. Білем, мектепте жаттатқан. Тұра тұр деді Төлеубек, жалбарынған үнмен. Ол мұғалім ғой. Менің қалай айтқанымды тыңда. Бізді өсірген Сталин, дос етіп халықтың жеткізген еркіндік теңдікке. Мұны да білем, дедім мен. Ішім пыса бастаған. Мұны да білесің деді Төлеубек басылып. Дос деп жүрсем, түгел айтайық. Әйтпесе ондай дос болмайды. Бұлай ойнамайды. Мен сені сағынып жүрсем, қазіргі балаларда ақыл жоқ. Күледі. Жарайды, түгел айтайық, дедім мен. Тағы да Төлеубекке жаным ашып. Онда сен бір жаққа асығып тұрсың ғой деймін. Еріктелдерді айтайық. Енді екеуміз қосылып, біз қазақты айтайық. Айтайық. Қосылып айтамыз. Әйтпесе ойын болмайды. Қосылып айтамыз. Қосылып айтамыз. Үлкен гимннен құтылдық. Енді біз қазаққа жол ашық. Ал қане? Қосылып айттық. Манағыдай сыбырлап емес, бар әуенімен, кәдімгідей дауыстап. Біз қазақ ежелде еркіндік аңсаған, бостандық жолымен ар үшін қиған жан. Тоқта деді Төлеубек, көзі жасаурай, ыржия күліп. Болды, бара ғой, ойнай бер. Ұмытпай, айтып жүр осы өлеңді. Алдына ештеңе қоспай, өзің ғана айтуға да болады. Саған, балаларға, міне осылай, осы тоқтаған жерімізден. Біз қазақ ежелде, ұқтың ба? Содан соң Төлеубекті көргем жоқ. Кейін ержеткен кезде ауылдағы ағайындардан сұрастырғаным бар. Естеріне әрең түсірді. 50-ші жылыма, одан кейінірек пе, әйтеуір мұртты көсемнің тірі кезінде десті. Кәрі шешесі өлген соң, Төлеубекті
қадағалайтын кісі қалмайды. Ешкімге зияны болмаса да, аталас ағайындардың үйіне сыймаса керек. Басқасын былай қойғанда, таң атқаннан күн батқанға дейін қайдағы жоқ өлеңдерді айтып, тыным таппайды екен. Жұртты әбден мезі қылған, әбден запы қылған. Ақыры, тиісті жерден келген кісілер тиісті мекемеге алып барып, бірнеше күн бойы тәубасіне түсірмек болады. Онысынан түк шықпаған соң, Семейдегі жындыханаға апарып тапсырған. Одан соңғы тағдыры белгісіз. Әрине, дертінен жазылған жоқ. Жазылмаған күйі өлді. Сондай-ақ, күні бүгінге дейін тірі болуы да ғажап емес. Пәле жаладан қақас қалған, соғыстан аман шыққан құрдастары ауылда жүр. 70-тен жаңа ғана асты.